Орнуңдан тұр! Бөлімше, тез, ұйықтан тұрамыз. Ал сен неге бұйрық бересің? Қару-жарақ жайында және әскер қызметшілері біздің тыныштығымызды қалай қорғайтыны жайында білгің келсе, біздің бағдарламаны жіберіп алма. Ояңдар, тұр! Киінеміз, жауынгерлер, тездетеміз. Бол! Тез, жауынгер, киін. Бол, ұйқыны ашамыз. Үйде емессіңдер. Тездетеміз. Бір қатарға сапқа тұрамыз. Жөн, тек тұр. Жинақталу доғар. Жөн, тек тұр. Қазір біз таңғы жаттығуға баратын боламыз. Оңға, жаттығу алаңына қарай. Жүгірі, ады, бас. Кетті. Бір, екі. Бір, екі. Үш, төрт. Бес. Бұл балалар әскерде не істеп жүр? Өз елінің нағыз азаматы нені білу керек? Тіпті кішкентай болса да, Қазақстанда біз алғаш рет болашақ отан қорғаушылардың көзімен әскери ерліктің қалай шыңдалатынын көрсетеміз. 6 бала әскери дайындықтың барлық кезеңдерінен өтіп, Қазақстан әскерінің жауынгері ретінде түрлі дағдыларды меңгереді. Бол, тездетеміз. Үшімізді заттарымызды аламыз. Төсекті жинаймыз. Тек тұр, киінуді баста. Бол, жауынгерлер. 10-ға дейін санай. Тек санау басталады. 10, 9, 8. Аяқ қосамыз, зөл. Тек тұр. Жарайсыңдар. Өте керемет. Сұрақ, жауынгер. Бүгін бізді не күтеді? Бүгін теория сабақтарында әскердегі ұшу құрылғылары, яғни тікұшақ пен ұшақтың маңыздылығын білетін боласыңдар. Ал тәжірибе жүзінде парашютті жинауды үйренесіңдер. Түсінікті ме? Дәл солай! Естімей тұрмын. Дәл солай! Жарайсыңдар. Оңға! Қарындарың ашты ма? Естімей тұрмын. Дәл солай! Таңғасқа, ады, бас. Мен бөлімшедегі ең мықтысымын. Себебі әскери қабілет менің қанымда бар. Менің аға аталарым әскери қызметкерлер болған. Бұдан әрі жас жауынгерлер қандай жағдайға тап болатын көресіңдер. Командир оларға қаншалықты күрделі сынақ дайындаған екен. Бізбен бірге болыңыздар. Жақсылап тамақтанамыз, шуат жинаймыз. Таңғы ас ішуге кіріс.
Ас болсын десаншылар. Естіген жоқпын. Жарайсыңдар. Білесіңдер ма менің атам кім болған? Кім? Генерал болған. Шын ба? Иә. Тоқтат. Не әңгіме бұл та? Тұр, командир. Жауынгер есіңде болсын. Әскерде бәрі бірдей. Сенің атаң өте сыйлы адам. Бірақ ол өз жетістіктеріне өз күшімен жеткен. Түсініп тұрсың ба? Дәл солай. Және де әскерде туыстық қарым-қатынастық ештеңе шешпейтін естеріңде болсын. Менің бөлімшемде жүрсеңдер, әлі-ақ түсінетін боласыңдар. Түсінікті ме? Дәл солай. Сен командирсің, жауынгер. Мыналардың барлығына үлгі болуың керек. Ал әзірше кезектен кезекші. Түсінікті ме? Құп болады. Отыр. Таңғы ас ішуге кірістің. Әңгімені доғарамыз. Менің атам болса өз жетістіктеріне өз қолмен жеткен. Ауылдың қарапайым баласы генерал атағын алған. Мен болсам туыстығыма мақтанып жүрмін. Сержант мырза рас айтатын шығар, оның дұрыс емес болды. Жүр! Тек тұр! Бізде сержант мырзамен түскен сурет жоқ екен ғой. Иә, оны танитынымызға мақтан тұтамыз. Мынау естеріңде болсын, жауынгерлер. Әрбір Қазақстан жауынгері ел мақтанышы. Өйткені олар елдің қамын жеп жүреді. Сондықтан офицер лауазымы жай ғана қызмет емес. Осы естеріңде болсын. Түсінікті ме? Дәл солай. Зүл! Тек тұр! Оңға! Сыныпқа адым бас! Әскердегі күндеріміз бітуге аз қалды. Осында өткен оқиғаларды біреуге айтсаң сенбейтін шығар. Автоматты көрдік, танкке де міндік. Кешегі сотқарлар, аналардың еркелері, әскери казармада жас жауынгер мектебінен өтуге бел байлаған 6 кейіпкер. Олар әскери өмір мен азаматтық өмірдің қандай айырмашылығы бар екенін үйренеді. Алдарында нендей сынақтар күтуде? Қызық оқиғалар ма, жоқ әлде қиын сынақтар ма? Бізбен бірге болсаңыздар, бәрін бірге көреміз. Бөлімше, тұр. Тек тұр. Назар ортаға. Сержант мырза, бөлімше сабаққа дайын. Бөлімше командирі, қатардағы Тұрсынов. Саламатсыңдар ма, десантшылар? Саулық дейміз, сержант мырза. Еркін тұр. Отыр. Еркін тұр, отыр. Отыр. Сабаққа дайынсыңдар ма? Дәл солай. Жарайсыңдар, дәптерді ашамыз. Бүгінгі тақырып. Әуе десанттық қорғаныс күштері. Яғни, біздің еліміздегі әуе десанттық шабуылдаушы күштер. Олар біздер, яғни десантшылар. Және де тікұшақтар, ұшақтар, және олардың қызметі. Әуе десанттық шабуылдаушылар жердегі құрлық әскерлеріне тікелей көмектеседі. Ары қарай жазамыз, жауынгерлер. Тікұшақтар мен ұшақтар халқымыздың қауіпсіздігін сақтауға арналған. Олар барлық жабдықтармен жабдықталған. Ол жерде көмек көрсету, және де олар арнайы қарулармен жабдықталған. Әуе көлігі дайындалған кезінде арнайы әскери міндеттерді орындау үшін жобаланады. Қорғаныс үшін, диагностика үшін, стратегиялық объектілерді жою үшін. Сондай-ақ жауынгерлерді тасымалдауға арналған. Дұрыс айтасың, жауынгер. Тікұшақтар мен ұшақтардың көмегімен құтқару жұмыстарында жүргізуге болады. Тікұшақ бұл салыстырмалы түрде жас техника болып есептеледі. Ол алғаш рет 20 ғасырдың басында қолданылған. Дегенмен, винтпен осындай ұшу аппаратының бірінші эскизін Леонардо да Винчи жасады. Ол тек керемет суретші ретінде ғана емес, сонымен қатар ұлы өнер тапқыш ретінде белгілі. Тікұшақпен көтерілген бірінші адам француз механигі Поль Карню болды. Ол 1907 жылдың 13 қарашасында тікұшақпен 50 см биіктікте 20 секундқа көтерілді. Әлемдегі ең ұзын әскери ұшақ С-5 моделі. Оның ұзындығы 6 қабатты ғимаратпен тең. Әскери ұшақтардың ең кішкентайы BD-5 микро деп саналады. Оның салмағы тек 162 килограмм. Бұл стандартты әскери ұшақтың салмағынан бірнеше есе аз.
Әлемдегі ең жылдам ұшақ Lockheed SR-71. Бұл барлаушы 40 жыл бойы жылдамдықтың әлемдік рекордын ұстап тұр. Сағатына 3530 км. Жазуды жалғастырамыз, жауынгерлер. Шабуылдауға арналған авиация тез әрі жылдам жұмыс жасау керек. Шабуылдаушы авиацияның қару-жарағы ірі калибрлі зеңбіректер, бомбалар, реактивті снарядтар. Сержант мырза, сұрақ қоюға рұқсат па? Рұқсат. Біз десанттық шабуылдаушылармыз. Сонда біздің мақсатымыз не? Десанттық шабуылдаушы әскерлер аяқ асты жағдайларда дереу әрекет жасау үшін арналған. Кез келген жерде, кез келген биіктіктен. Түсінікті ме? Дәл солай. Осыны астын сызып тұрып жазып алыңдар. Қазақстан Республикасы қарулы күштері десанттық шабуылдаушы әскерінің міндеттері: жау тылында аэроұтқыр рейдтер өткізу, десанттық диверсиялық күштермен және қарақшылар ұйымымен күрес, қарулы қақтығысты оқшаулау және жаулаушы тараптарды ажырату, екі жақты шарттарға сәйкес достық мемлекеттерге көмек көрсету, бітімгершілік іс-шараларды өткізуге қатысу. Басқа сұрақтарың болмаса, өлімше, тұр! Ешкімде сұрақ жоқ па? Сұрақ жоқ. Дұрыс. Ендеше теория сабағымыз аяқталды, ал тәжірибе сабағында алдыңғы сабақта өткен парашюттарыңды жинап үйренесіңдер. Түсінікті ме? Дәл солай. Әкем десанттық шабуылдаушы әскері өте беделді әскер деп айтатын. Мен осы әскерге келгеніме өте қуаныштымын. Мен үшін ол үлкен мақтаныш. Бұдан әрі жас жауынгерлер қандай жағдайға тап болатын көресіңдер. Командир оларға қаншалықты күрделі сынақ дайындаған екен. Бізбен бірге болыңыздар. Вектор! Адам, бас! Солға! Жауынгерлер, қазір біз Д6 парашютын тексерістен өткізіп, жинауды үйренеміз. Түсінікті ме? Дәл солай. Алақай нағыз парашют па? Иә, нағыз парашют. Бұл парашютты жинауға 2 адам қажет. Парашютты тексерістен өткізіп жинау үшін 2 адам қажет. Жинаушы, көмекші. Жауынгерлер, десанттық парашютта зақымданған жерлер болса, оны дереу тексерістен өткізіп, ауыстыру қажет. Себебі ол ұшақтан секірген кезде қауіпсіздікке тікелей әсер етеді. Түсінікті ғой? Дәл солай. Д6 парашютты әскери және азаматтық ұшақтардан секіруге, әскери оқу жұмыстарын жүргізуге арналған. Вектор, жауынгерлер, қазір біз парашютты ашып жинайтын боламыз. Ол үшін оны көрсету үшін арнайы мамандарды шақырдым. Назар ортаға. Қазір парашютты жинау үшін оны бірінші ашамыз, жинауға дайындаймыз. Екеуден бөлініп, ашуға кіріс. Мәссаған, мұны парашютты жинай аламыз бекен? Өте үлкен ғой. Әрине жинай аламыз. Әңмен доғар, назар ортаға. Сарбаздар, Д6 серия 4 парашютты 6 этаппен жиналады. Оның ең бірінші этапы парашюттың әрбір бөлігін тексеріп, жарамды емес екенін көреміз. Түсінікті ме? Дәл солай. Мен сіздерге қазір парашютты қалай тексерілу керек екенін көрсетем, сосын кірісеміз. Ең алдымен парашюттың адамға тағылатын ремендерін тексереміз. Дұрыс емес, кольцосының сынған, сынбағандығы, жіптерінің үзіліп кетпейтіндігін бәрін тексереміз. Бері қарай, солға, адам бас. Адам бас. Негізгі парашюттың камерасы. Камерасындағы қалталарының, резиналық соталарының жыртылған-жыртылмағандығын тексересіңдер. Фартугы дейді, фартугы жыртылмаған ба, соны тексересіңдер. Барлық бөліктерін тексеріп, жыртылған-жыртылмағандарын көріп шығасыңдар. Сосын жинауға дайындаймыз.
барлық бөліктері түгел жинауға болады. Мына жерге бері жақындаңдар. Адам, бас. Мына қызыл Орында. белгісі бар стропты тауып аласыңдар. Бір адам арғы басынан ұстайды. Сосын купылдың жыртылған, жыртылмаған екенін тексеру керек. Түсіндің бе? Дәл солай. Бас жағын көмекші қарайды. Өзіңе жақын жағын өзің қарайсың. Тексеріп болғаннан кейін бірінші этапқа кірісеміз. Тексеру аяқталды. Топ-топ болып, енді парашютті жинауға кірісеміз. Мусор бар ма, жоқ па? Тексереміз. Стеклосы сынбаған, ішінде мусор жоқ. Құрылғы жарамды. Құрылғы жарамды болғаннан кейін келесі этапқа кірісеміз. Келесі этап бізде стабилирующий парашютты жинаймыз. Стабилирующий парашют жинаған кезде камерасын кигіземіз. Камерада мөр тұр, парашюттағы мөр бірге келу керек. Негізінде проверка этапқа осылай мөрлерін келтіріп тексертеміз. Түсінікті ме? Дәл солай. Мына жерде 4 кішкене кольцолар болады. Осы кольцолардан өткізіп, мына жақтағы 4 кольцомен бірге қосып байлаймыз. Жақсылап қарап аламыз жауынгерлер. Сосын мына стропасын мына ішіне кіргізіп жинаймыз. Парашютпен секіру оңай іс емес. Кез келген адамның қолынан келе бермейді. Бірақ мен парашютпен секіре алатын сияқтымын. Жалпы біздің бөлімшедегі жауынгерлердің барлығының қолынан келетін сияқты. Біз секірмегенде кім сонда? Жел. Тек тұр. Жауынгер. Алдыға шық. Қолыңдағы не? Сержант мырза, естелікке суретке түсуге рұқсат етіңіз. Біз жақын арада үйлерімізге қайтамыз. Ал бізде естелікке сурет жоқ. Ендеше бөлімше суретке түсуге рұқсат. Келіндер, суретке түсейік. Саптал, жел. Тек тұр. Жауынгерлер, осымен тапсырмамыз аяқталды. Ал енді көптен күткен түскі асқа барамыз. Оға! Адам, бас! Ас болсын десаншылар. Қатардағы тұрсын бүгін шынымен де мені таңғалдырды. Осы күнге дейін естелік суретке түспеппіз. Әскер балаларды өзгертеді. Олар менің қол астында көп нәрсені түсінді деп білем. Ал біз қолымыздан келгенше көмектестік. Жалпы өте жақсы балалар. Оларды сағынатын болам. Қымбатты бауырым, бұл хатты саған әскерден жолдап отырмын. Жақында үйге оралам. Сені, үлкен ағаларымды, ата-анамды құшағыма алатын боламын. Бірақ шынымды айтсам, әскерде өткен күндерімді, қатардағы жолдастарымды қатты сағынатын сияқтымын. Бұл жақта көп нәрсе үйрендік. Адам кез келген жетістіктеріне өз күшімен жету керек екен. Солай деп бізге сержант Таңқаман жиі айтатын. Неге екенін біз оған сенеміз.